Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Бейсенбай Ербол Нұрланұлы. Мен 3-ші мектеп гимназиясының физика пәні мұғалімімін. Бүгінгі біздің сабағымыз сфералық айналар. Сфералық айналардың көмегімен кескін алды. Сабақ барысында сфералық айналар дегеніміз не? Және сфералық айналардың екі түрі жайында, ойыс айна және дөңес айна жайында, және де ойыс айна мен дөңес айнадан қалай кескін алуға болатынын, және де сол пайда болған кескіндердің қаншалықты арақашықтықта пайда болатынын анықтау үшін арнайы формулаларды оқушылармен бүгін меңгердік. Және сол меңгеру барысында оқушылармен біз осы формулаларға қатысты мысал есеп шығардық. Мысал есеп шығару барысында оқушылардың арасынан бір оқушы шығып тақтаға шығарды және барлық сыныппен көмектесе отырып мысал есепті талқылап шығардық. Мысал есепті шығарып болғаннан кейін оқушыларға топ бойынша тапсырмалар бердім. Топтық тапсырмаларда 3 сурет берілді 3 топқа, және ол жерде ойыс айналар және ойыс айнаның алдында денелер берілді. Сол денелер бойынша түзу сызық жүргізу арқылы кескіннің қай жерде орналасқанын анықтады. Келесі бізде жұптық тапсырма болды. Жұптық тапсырма бізде оқушыларға берілген парақшаларды болды. Мен оқушыларға жұптық тапсырма берілген және де жеке тапсырма берілген парақша тараттым. Бұл парақшада жеке тапсырма бірінші және екінші нұсқалар бойынша берілді. Жеке тапсырманы құрастыру барысында ұлттық құндылықтарды ескере отырып құрастырдым. Және де топтыққа 2 балл, жұптыққа 4 балл, жекеге 4 балл берілді. Және де оқушылар осы берілген дескрипторлар арқылы өздерінің қанша балл алғанын анықтайды. Және де парақшаның астында берілген QR арқылы Google таблицаға енгізеді. Парақшаның астында берілген екінші QR код Padlet платформасына кіргізеді. Padlet платформасы арқылы оқушылар бүгінгі сабақтағы алған әсерлерін, ойларын жазды.